Ядролық қарудың жойқын соққысы бүкіл жер шарын дірілдетіп, жердің өз ойсы жер кіндігінің ауытқыта жаздап, қара жерге қақырай гүрсілдеп құлаған. Егер осы сәтте жер кіндігінен ауытқып кетсе, түпсіз кеңістіктің тұңғиығына батып, жердің күн жүйесіндегі басқа планеталармен тартылыс күші жойылып, жер бетіндегі тіршілік иелері де, жер планетасы да быт-шыт болып шашылып, жай ғана аспан кеңістігіндегі метеор бөлшектеріне айналар еді, немесе ақырзаман орнап күлге айналатын еді, деп Такеша жертөлеге жеткен сәтте жойқын жарылысты естіп, бір сәтте асқан шапшаңдықпен ойлап үлгерді. Дәл осы уақытта жақын жерде орналасқан жертөлеге тығылып үлгерген Такешаның құлағы тарс бекіп, көзі қарауытып, бір сәтте есінен танып қалған. Енді шамалы уақыт өткен соң жан-жағына қараса, санаулы адам ғана аман қалыпты. Аман қалған адамдар тіршілік нышанын білдіріп қозғалып, жан-жақтарына шошына қарауда. Тәрізі олар да мұндай алапат қауіпті қарудан аман қалғандарына сенер-сенбесін білмей таңырқаған болар. Такеша қорыққанынан көзін тарс жұмып, екі аяғымен тізесін құшақтап қатып қалыпты. Жанағы жарылыс тоқтап, біраздан соң көзін ашқанда өзінің әлі тірі екенін біліп, қатты қуанды. Аяқ-қолы орнында сияқты. Ол өзінің аман қалғанына сенер-сенбесін білмеді. Біраз уақыт басы айналып, көзі қарауытып, орнында қозғалмай отырып, көзін тарс жұмып алды. Өйткені жертөледе тығылып отырған адамдарды да ядролық қарудың жойқын толқыны ұрып, есеңгіретіп тастаған еді. Тек сәл тынығып алған соң Такеша ақырын қимылдап, орнынан собаландап тұрып, жан-жағына қарады. Әр жерден аман қалған адамдар бір-бірін ес көріп, бірінің артынан бірі еріп, жертөледен сыртқа шығуға беттеген. Бұл сәтте ядролық бомба тасталған Жапонның Хиросима қаласы отқа оралған болатын. Қаланың орнында қалған қалдықтарының арасында адам сұлбалары көзге шалынды. Тірідей отқа қақталып күйіп қалған адамдардың денесінің сау тамтығы жоқ. Әр жерде ыңырсып жатқан ауыр халдегі жаралы адамдар. Жанынан өтіп бара жатқан адамдарды көріп, кейбірінің күйген еті салбырап, тірі әруақтай баяу жүріп, сау адамдардан көмек сұрап, дәрменсіздік білдіріп, әлсіз қолдарын созады. Су берші, күйіп барамын, деп жылады екіқабат жас келіншек. Такеша жақын жерден су алып, аузына тамызып еді, іше алмай қиналды. Такеша мына әйелдің бұлшық еттерінің бөлек-бөлек піскен еттей сыпырылып түсіп жатқанын көріп, зәре-құты қалмады. Енді ғана алға жүре бергені сол қарсы алдында жатқан күлге айналған мектеп ауласында әр жерде қимылсыз шашылып жатқан балалардың өлі денелерін көрді. Олардың арасында кездейсоқ тірі қалған бір топ баланың қиналған дауыстарын естіді. Бәрінің айтатыны бір сөз: күйіп барамыз, су берші, көмектесші, аузыма су тамызыңдар, жараңдар. Такеша мұндай сұмдықты көріп, есінен адаса жаздады. Мынаның бәрі қорқынышты түс шығар. Мүмкін қазір оянып кетсем, бәрі бұрынғыша орнына келер деп айналасына қорқа қарады. Бірақ жертөледен бірге шыққан азғантай ғана бір топ адамның әр жерде шашылып жатқан, ауыр жараланған, денесін күйік шалған адамдарға су әкеліп, аузына су тамызып, зыр жүгіріп, жәрдемдесіп жатқанын көріп, бұл қорқынышты түс емес, өні екенін біліп, одан сайын өн бойын үрей биледі. Бұл қорқынышты күн 1945 жылдың тамыз айының 9 жұлдызы болатын. Такеша кеше кешкілік көрші ауылдағы әпкесінің үйіне барып, түнде сол жақта қонып, таң ата үйіне жаяу келе жатқанда, қала маңына жете бере, мына жойқын жарылыстың, сұмдық алапаттың тірі куәсі болды. Ендігі Такешаның бар ойы үйіне тезірек жетіп, анасы мен
туған бауырының аман есендігіне көз жеткізу болатын. Ол өз үйіне беттеп келе жатып, көп қабатты үйлердің айналасындағы күйік шалған үйіндінің жанындағы отқа қақталған денелерді көріп, тұла бойы мұздап сала берді. Енді ғана бір сұмдықтың болғанын айқын сезгендей, аяғын жылдамдата басып, шешесі мен бауырын іздеуге үйіне қарай бар екпінімен жүгіре жөнелді. Үйіне жете бере шаршағаннан екпеттеп құлап түсіп, анасы мен бауырын көзбен шолып, олар көрінбеген соң жылап жіберді. Шаршағанын ұмытып, собаландап орнынан тұрды. «Анашым, сен қайдасың? Бауырым, Тога, қайдасыңдар? Тірімсіңдер, жандарым!» деп бақырып жылап жіберді. Ары-бері жүгіріп, туған бауыры Тога мен аяулы анасын іздеп зыр қақты. Егер аман сау болса, анасы жадырап күліп алдынан шығар еді. «Такеша, құлыным, аман есен келдің бе? Қарның ашқан болар. Жүре ғой, тамақ іш балам» деп бауырына басып, өз қолымен пісірген балық пен күріш сияқты дәмді тамағын ұсынар еді. Ал бауыры Тога болса, ағасы Такешамен ойнауға асығып, атып шығар еді-ау. Алайда жан-жағына алақтап қарағанымен мұның алдынан жүгіріп шыққан жан көрінбейді. Шынымен жанағы зұлмат жарылыстан бауыры мен анам опат болды ма? Сөйтіп мен ең жақын ет жақындарымнан айырылып жалғыз қалдым ба? деген қорқынышты ойдан өн бойы дірілдеп, үйді айнала жүгіріп, есі шығып кетті. Қорқыныштан қатты дүрсілдеген жүрегі атқақтап, құлағы шынылдап кетті. Такеша үйді айналып бола беріп, тындап жүгірмей қалт тұра қалды. Сонда ғана тетелес бірге туған Тога бауырының көмек сұрап, әрең ыңырси айтқан әлсіз жалынышты дауысын әрең естіген. Ол бауырының дауысы шыққан жаққа жүрегі алып ұшып, қуанып жалма-жан жалт қарады. «Такеша, күйіп барамын, Такеша, көмектесші!» деген туған бауыры Тоганың есік алдында өсіп тұрған үлкен еменнің түбінде жер бауырлап етпеттеп жатқанын байқап, жан дәрмен жүгіріп жетті. «Тога, бауырым, сен тірімісің? Қазір көмектесем, бауырым!» деп жүгіріп келіп, өз көзіне өзі сенбеді. Бауыры Тога етпеттеп сұлық жатыр, ал ол жейдесіз, арқасы тірідей күйіп кеткен. Күйік арқасындағы етін күйдіріп, қабырға сүйегіне жетіпті. Жартылай жалаңаштап, киімдеріне дейін күл қылып, дым қалдырмай күйдіріп тастапты. Қып-қызыл жаңалаштанған күйік денесінде сау тамтық жоқ. Такеша мынандай сұмдықты күтпеген еді. Ол бауырының тірідей күйген мына жала жансар түрін көріп зәресі ұшты. «Тога, саған не болған, бауырым? Мұндай сұмдықты адам баласына қандай зұлым істеген?» деп көз жасына бұлығып жылап жіберді. Осы уақытта ағасының жанына келгенін сезіп, бауыры Тога тағы әлсіз ыңырсыды. «Такеша, мені құтқаршы, ағатай, арқам өртеніп барады, аға, су берші, менің арқамды жанып бара жатыр, жатқан жерін сөндірші, шыдай алар емеспін, аға, көмектес маған, жалынамын, аға» деп есінен танып қалды. «Тога, есіңді жи, бауырым, мен қазір су әкелемін, шыдашы, айналайын, бауырым» деп көзіне жас бұршақтаған Такеша көшеде бей-берекет шашылып жатқан құтыны ала салып, жақын маңнан су іліп әкелді. Такеша тезірек үлгірмек болып қанша асығып жеткенмен, Тога бұл уақытта тіршілік нышанын танытпай есінен танып қалды ма, әйтеуір үн-түнсіз, қимылсыз сұлық сүрейіп жатыр екен. «Тога, су әкелдім, су іше ғой» деп өзі ағыл-тегіл жылап жүріп, кішкентай 10 жасар бауырының аузына су тамызғанмен Тога суды іше алмады. Аузына құйған суы езуінен ағып,
суды жұта алмағанын байқады. Сол кезде Такешаның есіне осыдан 2-3 ай бұрын болған жайт оралып, одан сайын жаны түршікті. Бірде Такеша мектептен қайтып келе жатып, ұядан құлап қалған торғайдың әлсіз шиқылдаған балапанын құтқармақ болып, дәл осылай аузына су тамызған. Бірақ әлсіз шиқылдаған торғай суды жұта алмай сұлық жатып, алақанына салып аялағанымен сірейіп кіп-кішкентай болып қатып қалған. Такешаның есіне сол жай оралып, тірідей күйіп, қиналып жатқан бауырына көмектесе алмай, дауыстап, еңіреп жылады. Мен сенің орныңа өлуге даярмын, бауырым, тәңірім, мені алса да сен аман болшы. Тога, бауырым, көзіңді ашшы, бауырым, мені жалғыз тастап кетпеші, өтінем. Тога, көзіңді ашшы, бауырым. Көзінен жас бұршақтап жүріп, бауырының былқ-сылқ еткен басын көтеріп демеді. Ағасының өтінішін орындағандай, Тога соңғы рет көзін ашып, тағы әлсіз дауыспен жалына бастады. Такеша, құтқаршы мен, ағатай, деді сыбырлап, сөйлеуге шамасы жетпей, басы сылқ етіп жерге құлап, қайта есінен танып қалды. Тога, сен өлмейсің, мен саған көмектесем, бауырым, шыдашы бауырым, деп шырылдаған Такеша Тоганың жансыз денесін құшақтап, тіршілік белгісін білдірмеген бауырының өлі денесін құшақтап, бар даусымен бақырып жылап жіберді. Тога, ашшы көзіңді, аш деймін, көзіңді аш, Тога, мені тастап кетпеші, Тога, бауырым, деген Такешаның көзі бұлаудай болып, өлі бауырының тірідей қақталған арқасын сипап, көріп еді ып-ыстық күйік қолын қарып түсті. Сол арада Такешаның есіне мына жайт сап ете түсті. Бірде Такеша жазғы демалыста құрдастарымен бірге жақын маңдағы мейрамханаға кешкі ас ішуге барғантын. Сол мейрамханада балықты тірідей қақтап қонақтардың алдына қоя салғанда, әлгі қақталған балық байқұс аузын ашып жауып, әлі тірі жатқанын көріп, Такеша балықты аяғаннан арқасындағы піскен етті басқалардан шанышқымен шаншып жей алмаған. Ал Такешаның жолдастары балықтың қатты қиналып, әлі тірі жатқанын көре тұра, отқа қақталған арқасын жанышқымен жайбарақат шұқып жей бастағанда, нәзік жүректі сезімтал Такешаның денесі түршігіп, әлгі тірі күйіндегі аузын ашып жұмып жатқан, қиналып жатқан балықты көріп қатты аяған. Ал енді бүгін бауыры Тогада дәл сол балықтай тірідей қуырылып, соңғы демі шықпай көз алдында қиналып жатыр. Бауырының денесі бірте-бірте суи бастағанын сезді. Енді ғана бауырының мына күйіктен өліп қалғанын түсініп, бірақ ашы шындыққа сенгісі келмей, бауырының өлі денесін айналшықтап жүріп, дамылсыз тәңіріге жылауымен болды. Тога, көзіңді ашшы, бауырым, мені тастап кетпеші, деп зар қақты. Бірақ мәңгі ұйқыға кеткен бауыры енді қайтып көзін ашуға жарамады. Алақанында жатып, бірнеше рет әлсіз шиқылдап, мүлдем қатып қалған торғайдың балапанындай соңғы рет ышқынып, аяғын серпіп, денесі бірте-бірте суып, мәңгілік тыныштық тапқан. Тоганың қайтыс болғанына көзі жеткен Ташека көзі бұлаудай болып, енді анасын іздеуге кірісті. Жарылыстан Тога баласы екеуі бірге қашпақ болуы керек. Анасының жартылай күл боп қалған денесі жақын арада жатыр екен. Аяулы анасын жартылай күйме қалған гүлді көйлегінен әрең танып, оның да тірідей жанып кеткенін, тек күлі қалғанын көріп, зәресі зәр түбіне кетті. Анасының гүлді көйлегінің бір жапырақ қалдығын алып, анасының жанға жақын иісін аңсап, қос қолдап, мұрнына тақап, құмарлана иіскеді.
анасының бала күнгі таныс иісі сезілгендей қайта-қайта иіскеді. Сәл-пәл көйлегінің жанбай қалған жыртығында туған анасының бала күннен таныс, жанына жақын, сүйікті иісі қалған секілді. Ташека анасының көйлегінің қалдығын иіскелеп отырып, аяулы мейірбан анасына деген қимастық жас көзінен еріксіз бұршақтады. Анашым-ай, түгелдей күйіп кетіпсің ғой, қайран анашым, міне Тогада бір жола кетіп қалды, мен жалғыз қалдым анашым, деп үйдің орнындағы үйіндіде көз жасын көл қылып, басын қос қолдап ұстап, ұзақ солқылдап жылады. Бауыры тіріліп, көзін ашатындай есек дәмемен серейіп өліп жатқан бауырының жанына келіп, Тоганың өлі денесін бауырына қысып құшақтап, бауырынан мәңгілік айрылғысы келмей, зар еңіреп дауыстап жылап отырды. Ташека, бұл сенбісің, сен тірімісің Ташека, деп біреу иығынан түрткенде ғана алақанын бетінен алып, жасты көзімен әлгі адамға қарады. Ол өзінің бірге оқитын құрдасы Тиега екен. Ташека ең жақын туысын көргендей Тиеганы бас салып құшақтап, кімге шағынарын білмеген жас баладай солқылдап, бір сәтте бауыры мен анасынан айырылған Ташека мұң зарын айтып, боздап, бар даусымен бақырып, жақын адамына шағынғандай жылап жіберді. Тиега, білесің бе, бұл не сұмдық? Менің анам мен бауырым Тога күйіп өлді. Бұл қандай сұмдық? Тиега, айтшы маған, бұл не сұмдық? Түсіндірші, Тиега, дейді қыстығып. Сен қалай аман қалдың, Тиега? Ташека барлық жауапқа сұрау іздегендей Тиеганы сұрақтың астына алды. Ал Тиеганың өзі де әке-шешесінің күйік шалған өлі денесін тауып алып, басы ауған жаққа қаңғырып келе жатқан беті еді. Ташеканы кездестіріп, Тиега да дәл Ташекадай жанашыр жақынын тапқандай қуанып қалған. Мен жертөледе бомбадан жасырынып үлгердім. Анам мен әкем үйде бөгеліп қалды. Сол уақытта мына от жалынға ораған жойқын жарылыс болды. Құлағым бекітіліп, басым ауып, есеңгіреп қалдым. Есімді жиған соң басқалармен бірге әке-шешемді іздеп келгем. Олардың күл болып жанып кеткенін көрдім, деді Тиега. Осы уақытта бұл екеуі жақын маңнан тірі әруақтай сенделіп келе жатқан бір топ адамды көрді. Олардың үсті басын күйік шалған бәрі су, су деп ыңырсып сусырайды. Ташека мен Тиега екеуі әлгі тірі әруақтай тірідей отқа қақталған қала тұрғындарына су бермек болып, шүберекті сулап алып ауыздарына тосты. Көбі жан тәсілім етіп, арасындағы тірі қалған кейбіреулері ғана тіршілік нышанын танытқан. Ташека мен Тиега өз қайғыларын бір сәтке ұмытып, тірі қалған қала тұрғындарын құтқармақ болып жан таласты. Хиросима қаласының 300 мыңнан астам тұрғыны сол қарғыс атқан күні 1945 жылдың 9 тамызында Америка құрама штаты Малыш немесе Бала атты ядролық бомба тастаған күні мәңгі бақи жарық дүниемен қоштасып, не болғанын түсінбестен көз жұмды. Ал 3-4 күннен соң Нагасаки қаласына тасталған Толстяк, яғни Жуан атты ядролық бомбаның кесірінен 74 мыңнан астам бейбіт тұрғындар асқан азаппен, жан түршігерлік халде тірідей күйіп жан тәсілім етті. Олардың барлығы осы Хиросима мен Нагасаки қалаларының бейбіт тұрғындары, әйелдер мен балалар, шал мен кемпірлер, кәрісі де жасы да бар бейкүнә қала тұрғындары болатын. Тірі қалғандары арада 3-4 күн өткенде мұндай қанды қырғын Нагасаки қаласында қайталанғанын тағы естіп, төбелерінен жай түскендей болды. Жапон жеріндегі Хиросима мен Нагасаки қаласының жазықсыз халқы зұлым басшылардың таяз саясатының жазықсыз құрбаны болып, жайдан жай еш күнәсіз жер жастанды. Ал
тірі қалғандары ядролық бомбадан радиация алып, мәңгілік жарымжан болып, сұмдық жарылыс ядролық қарудың ащы зардабын өмір бойы тартты. Алайда өн бойы күйіп қалған көпшілігі өмір үшін күрескенімен шетінен қиналып өліп жатты. Сол кезде қала тұрғындарын құтқарған болған екі дос Ташека мен Тиего көп жайды біле бермейтін. Олар өз елдері Жапония мен Америка құрама штатының екі ел басшыларының теке теріс саясатын есегенде бірақ білді. Бұл кезде жазықсыз балалар Япония императоры Хирохитоның Германия мен Италия фашистерін қолдап, үш мемлекет құрған пактінің мүшесі екенін де білген жоқ. Басшылардың тон мойын өзімшілдігі мыңдаған жазықсыз адамдардың өліміне себеп болғанын да кейін түсінді. Тегі бейбіт елдің бейбіт сүйгіш халқы өзімшіл тон мойын басшыларының арқасында, әсіресе Америка құрама штатының бұрынғы президенті Франклин Рузвельттің 1945 жылғы 12 сәуірде қайтыс болғанын, ал жаңа сайланған Америка құрама штатының басшылығының қолына алғанына небәрі 4 ай болғанына, жаңа президент Гарри Трумэннің құзғындық саясатының құрбаны болғанын олар дәл сол кезде мүлде білмейтін. Ұлы отан соғысы басталғанда алысты болжай алмайтын, саяси аясы тар, ой өрісі таяз фашистердің басқыншылық саясатын қолдаған Жапонияның сол кездегі басшысы Хирохито неміс басқыншыларының агрессиялық саясатын қолдаған болатын. Сөйтіп, бүкіл елде темірдей тәртіп орнатып, Жапонияның мыңдаған әскерін, тіпті бейбіт өмір сүріп жатқан әйелдер мен бала шағасына дейін жаппай соғысқа даярлаған. Германияның солақай басшысы Гитлердің шашбауын көтеріп, Жапон әскерлері Американың Петр Харборд әскери базасының күл талқанын шығарған болатын. Әскери базадағы мыңдаған американдық сарбаздар мезгілінен бұрын көз жұмған еді. Ол кезде де аналар балаларынан айырылып аңырап қалған болатын. Дәл осы уақытта жаңа қару ядролық бомбаны ойлап тапқан американдық ғалымдар бұл қару жайлы жаңадан сайланған президенттері Гарри Трумэнді хабарлар еткен. Бұл шақта 1945 жылы мамыр айында кеңес өкіметінің әскерлері фашистерді бір жола жеңіп Берлинді алған болатын. Ал кеңес өкіметінің жеңісіне ортақтас болғысы келген одақтас Америка әскерлері Жапон әскерлерін тықсырып Окинава аралын жаулап алған кез еді. Жауды жапыра жеңе бастағанына қарамастан, Америка басшысы жойқын қаруды Жапон қалалары Хиросима мен Нагасакиге тастап, тірі адамдарға қолданып сынақ жасауға бұйрық берді. Бұл ядролық қарудың ұшқан құс пен жүгірген аңды тірі қалдырмайтынын ол жақсы білді. Өйткені олар бұл қаруды елсіз шөлейт жерде тастап сынақ жасаған болатын. Сөйте тұра, адам өміріне аса қауіпті қару екенін біле тұра, ақш президенті Трумэн Жапон қалаларына Хиросима мен Нагасакиге ядролық бомбаны тастауға жарлық берді. Бұл қару бүкіл адамзат баласы үшін аса қауіп төндіретін, ол жақсы білетін. Ядролық қарудың радиациясына ұшыраған сан мыңдаған келешек ұрпақ өкілдері де мүгедек болып қалды. Бұл нағыз тас жүрек басшының жалпы жер бетіндегі адамзат баласына жасаған айуандық қастандығы, тас жүрек тон мойындығы болатын. Мемлекеттер арасында ес-түссіз жаппай қарулану, жер бетіндегі тіршілік атаулыға жалғыз адам баласына емес, жүгірген аң, ұшқан құсқа дейін жалпы өсімдік атаулыға да қауіп қатер төндіреді. Жапон қалалары Хиросима мен Нагасаки қалаларының бейбіт тұрғындарына жасалған зұлымдық әрекет ядролық қарудың адам баласына әсер етуін сынау, нағыз оңбаған саясат. Бұл ядролық қару
жалпы адамзат өркениеті дамуына жасалған кертартпа шабуыл болатын. Барлық зиялы мемлекеттер адамзаттың болашағын ойлап ядролық қарудан бір жола бас тартса ғана қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заман орнар еді. Ол үшін жер бетіндегі барша адамзат баласының сана сезімі, ой өрісі уақыт талабына сай жетіліп, ядролық қарудың жалпы соғыс атаулының пайдасынан гөрі зияны көп екенін түсініп, зиялы мемлекет қазақ елі сияқты ядролық қарудан бір жола бас тартулары керек. Өкінішке орай, Қазақстаннан басқа мемлекеттер өздерінен басқа өзге елдер ядролық қаруды қолданбасын деп қоқан-лоқы көрсетуден аспайды. Өйткені олардың ой өрісі, сана сезімі әлі адамзаттың болашағына қамқорлық жасау үшін жеткілікті деңгейде жетілмеген. Қайта сыртқы жауларын қорғанамыз деген желеумен өзара қару-жарақты дамыту бәсекесіне түскені айдан анық. Тек қана жаңадан құрылған тәуелсіз мемлекет қазақ елі ғана жақсылықтың алғашқы жаршысы қанатымен су сепкен қарлығаштай мұндай зұлым қарудан өз еркімен бас тартты. Жалпы бүкіл адамзаттың болашақ тағдыры жер бетін жайлаған адамдардың өз қолында. Алдағы уақытта мұндай соғыс ошақтарын болдырмау жер бетін жайлаған әрбір адам баласының қасиетті парызы. Жапон қалалары Хиросима мен Нагасакидің тұрғындары жаңа ғасырдың індетіне айналған ядролық қарудың құрбандарын жыл сайын еске алып, қала маңындағы өзен сулардың бетіне шырағдан жағып, туған туыстарын еске алады. Көгілдір су бетінде жыпырлаған сан мыңдаған шырағдардың жарқыраған оттары көк аспанда жыпырлаған жұлдыздар сияқты. Хиросима мен Нагасакиде жазықсыз құрбан болған мыңдаған адамдарды еске алады. Мүмкін сол апат жарылыста опат болған Ташиканың туған бауыры Тога мен оның аяулы анасы сияқты жазықсыз құрбан болған әруақтардың жаны да көк аспанда періштелермен бірге ұшып жүріп, болашақ адамзат тағдырына алаңдап, жер бетінде мәңгілік бейбітшілік болуын тілейтін шығар.